Үстер ала отырып топтарда бөлдіңіздер. Мынау неде барлығы жалпы химиялық ыдыстар. Мыналар ол баяқ құтылар, яғни осы құтыларды химиялық ыдыстардың бейнесінде сіздер топқа бөліп отырсыздар. Яғни бірінші көк түсті бірінші топ болады, көк түсті қамшуды, яғни пипеттен алғандар. Дәстүрлі көріп отырсыз ба, бір-біріміздің қолымызға алғанымыз осы жерде мына жерде сипаттамалар химиялық реакция теңдеулері тұр. Мына жерге аты жөндеріңізді жаза отырып, гидрожен қосылып. Қайтымсыз, қайтымды дегенге птичка немесе қосу белгісін қоямыз, қойып отырып, бір сөзге жақсы деген тараз, бәріміз бірге. Бірге. Жақсы. Бір-біріңізге айтарыз. Жақсы. Кітапты оқымаймыз. Басқа оқымайтын катализатор дегеніміз не нәрсе? Химиялық реакция. Яғни Өршті қатысына жүрген химиялық заттар катализатор катализатор реакция деп отырғанымыз не? Қолымызды көтеріп, орнымыздан тұрамыз. Айда ғой. Әсеріне жүрген реакцияны катализатор реакция деп атаймыз. Өте жақсы. Келесі және қайтымды реакциялар деп екі топқа жіктейміз. Қайтымсыз реакциялар дегеніміз тура бағытта ғана жүретін реакциялар, яғни бір бағытта ғана жүреді. Бастапқы заттар толығымен реакция өніміне айналады. Екінші, қайтымды реакциялар дегеніміз бұл қарама-қарсы бағытта жүретін реакцияларды біз қайтымды реакциялар деп атаймыз. Орындалу керек. Мысалы, мынау ненің суреті? Не болады? Қандай процесс жүріп жатыр? Жану, яғни жанған кезде көк мөлшерде не бөлінеді? Жылу бөлінеді, яғни көк мөлшерде жылу бөлінсе, және мына жерде не сүтті? Тұнбас сүтті, мына жерде газ бөлініп жатыр, және өте аз сызылатын зат ретінде су түзілетін болса, онда бұндай реакциялар қандай реакция болып табылады екен? Қайтымсыз реакция. Ал түйіндеудің оң жағында түзілген және оның химиялық реакцияларды бір-біріне байланысып отырып құрастырған кезде, пазлды құрастырған кезде белгілі бір сурет шығады. Және ол бірінші мына тапсырманы орындаған кезде мынаған құжат болыңыздар. Реакция теңеуден аяқтап пазлды дұрыс құрастырсаңыздар, балл беріледі, сіздерге бір балл бересіздер. Суретті тақырыпшамен дұрыс байланыстырсаңыздар, яғни сіздерге қазір пазлды құрастырғанда бір сурет шығады. Сол суретті өзіңіздің тақырыпшаңызбен байланыстырсаңыздар, бір балл қоясыздар. Тақырыпшаны дұрыс аша білсеңіздер, тағы бір балл қоясыздар. Жұмыс жалпы 3 баллмен бағаланады. Енді сіз оны қалай бағалайсыз? Бағалау үшін мен жаңа сіздерге қандай бейнені көрсеттім ғой, химиялық ыдыстарды. Осы химиялық ыдыстарды содан кейін екінші бір қайтымсыз реакцияны мына жерге үлкен қылып жазамыз. Мына жерде бар. Айдос. Келуші тез пазл дұрыс құрастырылған ба? Дұрыс емес пе? Пазл дұрыс құрастырылған. Ненің сурет шықты? Ненің сурет шықты? Таразы, тепе-теңдік күйде тұрған таразы. Дұрыс айтасың. Бұларға тапсырма бір қайтымды, бір қайтымсыз реакция. Тура және кері химиялық реакциялар теңескен жағдайда бұл химиялық тепе-теңдік деп аталады. Көміртек тотығы катализатор арқылы күлді қышқыл газының тотығы процент көміртек азайтады және ауаны тазартады. Нені азайтады? Қандай? Мысалы, суы, көміртек оксиді, бір оксиді, моноксид демейді, бір оксиді. Көміртек моноксидінің 10 оксидіне және көміртек 2 оксидінің немесе диоксидінің 90 оксидіне не болды дейді? Ауысты дейді. Дұрыс па? Келесі, сіздердің сұрақтарыңыз? Орнымызды қамыз. Атомдар және молекулалар тұрғысынан түсіндіру, молекулалар ажырап атомдар басқа молекулалар құрау үшін бірге. Дұрыс айтады, яғни мына жерге түскен молекула сұрақтарыңыз. Сұрақ оқысаңыз ба? Катализаторлы конверттерді жолдайтын газдарды таңдап жасайтын инженерлер мен ғалымдар зиянсыз пайдаланған газдарды алу үшін қандай мәселелер шешім табуы керек? Тыңдаймыз. Көміртегі диоксид көміртегінен айналады. Азот оксидінің азотқа жеткіліксіз өзгеруі. Дұрыс айтасыз. Так, балалар, сіздер барлық жауап бердіңіздер. Өте жақсы, керемет. Енді сіздердің шкалаларыңызды әрбір жауап сайын мына жерде жауап берген оқушылар, сұраққа түсінген оқушылар бір шкаланы көріп отырамыз, қазір соны қорытынды шығу керек бізге. Қараңыздар, мен бір түсіндіріп өтейін, бәріңіз құятын тыңдап аламыз. Осындай каталитор конвертер тыңдаймыз. Сұрақ бойынша сіздерде әрқайсыңызда жауап бар. Яғни сұрақтардың жауабын былай көрсете аламыз. Бізге конвертерге кіретін газдар бар және конвертерден шығатын газдар бар. Негізі 3 конвертерге кіріп тұрған адамның ағзасына қоршаған тепе-теңдік және қайтымды және қайтымсыз реакцияларға 5 мысалдан Сұлтанбек 6 балл, 8 балл. Маған 8 балл жұмыс жасадық па? 5 балл. Айгүл 8 балл. Айгүл күн сағатта жақсы араласып өтті. Сіз қолданыңыз? Барлығыңыз.
7 балл. Оқушылар, сіздердің балдарыңызды барлығын қойып шығамын. Сабақ түсінікті ғой, маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Сабақ барлығы түсінікті болса, бүгінгі сабақ қалай өтті? Оны 3 рефлексия бойынша бір ауыз сөзбен айтып жүрейік. Кім айтып жатыр бойынша? Қайтымсыз және қайталар айтсам екен түсіндім. Түсіндім дегенді белгілепті. Жақсы. Сіздерде сұрақ бар деген белгіні қойғандарыңыз бар ма? Барлығы түсінікті ма? Сіздерде қандай? Не түсінікті? Жақсы. Жаңағы оқушылар орныңыздан тұрайық. Сау болыңыздар.